Баткен облысы Қызылқия шары Стутлайф командасы. Мына турбун biz daimi 30 yaşqa ey barabız. Музыкабыз кішкене оқшауай қалбады бұл. Жөнтүү жазды бүйіп жатқая қоям. Сен бүйіп саңмен қаяп тұям ба? Жоқ, қаяп жатасың. Нұрсұлтан? Менің үстімдегі Чиндауыл Аязатан формасы бұл? Аязатан формасы? Бардық елі мені қарап күліп отады. Жоқ, туғандай. Біз бүгін Чегая жөнді тамашаяйды ойны ойуыз. Анткен Чегаяның айжағыдан анша-мұнша қонақтой кепті. Сен не шешініп алдың? Bu şahardık forma, madaniyatluluk, aylıklar çümbeysinler de. Қандайша маданияттуулық? Ağanı körü iğne söt, muzeydegini körüydünüzler. Нұрел! Oh, Қачан әле қырғыз айылдық шаардық болып бөлінген? Қачан әле қырғыз жалаңаштанса маданиятты болып көрінген? Қачан әле қырғыз тойларда сөгінген? Қачан еле қырғыз өзінше мұндай киініп алып ақыл үйреткен. Бар, киініп шық. Біз бүгін елдейді таңқалды ішуіз керек, елдейді күлді ішуіз керек. Мен күлді айыншы. Күлдейші. Анекдот айтып берейін. Айтшы. Көшеде жаңа жыл күні Аязда мен Аяз қыз кетіп отса, Аязда да жаман шүстіреген да. Анан кейін Аяз қызға анекдот айтып берейін дейткен. Ана Аяз қыз мақұл дейткен. Баяғы Аязда анекдот айтады да. Көшеде Аязда мен Аяз қыз кетіп отса. Қайайы күлгілі? Бүтсін бе? Бүтелек бе? Айтшы. Аязда мен Аяз қыз кетіп отса, Аязда жаман шүстіреген да. Аяз қыз анекдот айтып берейін дейткен. Мақұл дейткен. Аязда анекдот айтады да. Көшеде Аязда мен Аяз қыз кетіп отса. Мен білем бұл анекдотыңды. Көшеде бір Аязда мен Аяз қыз кетіп отса, Аязда да жаман шүстіреген да. Аяз қыз анекдот айтып берейін дейткен. Анан Аяз қыз мақұл дейткен. Үшінді кете бәйет. Меніңгі башқаша бітеді. Қандай бітеді? Аязда мен Аяз қыз кетіп отса, Аяз ата лох екен. Анан? Аяз қыз жаман шүстіреген да. Анекдот айтып берейін дейткен. Болды балдар, менім сөйлейін. Озың жапчы жаман көп сөйлейді кезінде, сахнаға шыққаннан бері сөз бермейсіне, доңыз ең апшы сөйлей өрет кезінде, жау озыңды! Балдай, оқсан ай? Сөйлечі ұғы отауыз. Просто ұғыл отау текшеріп көрейін дедім да. Ұғыл ота сөйле, баштасым! Баштайым. Сыра. Bir, ұғыл отау? Ұғыл отат баштасым! Қотманды кешіңіздермен анда, ұрмат достар, біз тамашаларды баштаймыз. Ең алғашқы тамаша, жаңы жылдың алдында қыз жігіттің жолғышуысы. Кеттік анда. Алло, жаным, қандайсың? Жақшы, рахмат, өзіңіз қандайсыз? Жақшы, мен келдім шығасың ба? Жоқ, үкелерім балдар ұқта елек. Мақыл, кішіне күтіп тұрам, шық тезірақ. Жаным, сағат 9 бапты шығасың ба? Үйдегілер ұқта елек, сәл күтіріп кесеңіз. Қашан ұқтайтын үйдегілер ем? Қандай жақшы? Сенге ем шықпайды ау? Алло, жаным, сағат 11 болды шығасың ба? Апам ұқта елек, апам ұқтасын, шығам мұнша шәшілесіз бі? Қашан ұқтайтын барым? Кәкімдікі бірінші шығыш ойнайыз. Жаным, тоңып қалдым сағат 12-ден ашты, шығасың ба? Азыр әкем көшеден келді, сәлден кейін келің. Әлі бері шықпайды оқшайды, сен кем? Алло, жаным, сағат 2 олды шығасың ба? Атам азыр тойдан келді, Үйіңдегілер үйде тұра өзі. Дел отырып тұрайын. Жаным шығасың ба? Сағат 4 болып тұр. Уф, енем намазға тұрды, сәлден кейін келің. Кетіп қолайсың бе, етір өрме. Жаным, сағат 8 болып тұр, шығасың ба? Вай, үкелерім ойған олды, жарым саат күтіп тұрың, оқышқа шоғы кетеміз. Canım saat
8:30 болды, жүріп оқышқа кеттік пе? Бүгін базар воскресенье екен, ертең келе жолық шай ішеміз. рахмат улантабыз көчөдө болгон окуя. Эфил парфюм алабыз, Эфил парфюм аласың ба? Жана менде бар эди. Эфил парфюм алыңыздар. Нормальный парфюмдардың бири. Оппа, чоң қыз, апаңызға күйеу керек емес пе? Мен апам күйесі бар, мәйлі? Адашып кетмін, апаңызға күйеу бала керек емес пе? Апам күйе оластағы бар. Чоң қыз, апаңызға келін керек емес пе? Апамдың келіні дағы бар. Чоң қыз, апаңызға өзім не керек? Рахмат улантабыз жакын курбу кыздар жолугушууга чыгып келгенден кийин үйдө олтуруп бири менен сырдашкан кезде кыздардын маеги. Айтпасаң оны. Қандай? Жақсы өзің не болды? Өткенде жолугушууга бардым деген. Анан? Жаман сагынышып калыпсың. Анан о мени көрүп. Ай, жинди жолугушууга айтпай чыгып келдиң бе? Гамбургерге бардык. Гамбургерге барып, гамбургер двойной десе боло. Двойнойду жеп алып, машинесине салып, кинотеатрга барып, кинотеатр короң экен. Ай! Жинди! Сага не болду? Менчи, мага жигитим iPhone 11 а берди. Ананчы, мен дагы жолугушууга чакырды. Жаңы машина аптырып, машинесине салды. Ай, тоңуз. Анан өткөндө 1 ай жолукпай жүрүп сагынышып калыппыз. Анан кийин Анан мындай болду, майлы? Рахмат достор, улантабыз эл өтө тажыган рекламалардын хит барада. Сен кайсы рекламасың? Не болду өзүңө? Тиштерим күйүп коюшту. Канча тишиң түштү? Санабадым. Кандай реклама элең? Мен баягы ырлардын ортосунда zamanbab.net деген бар го. Ошону айткым. Кеткенде zamanbab.net деген рекламасың ба? Ошо мен. Тишиңди күбө көзөрүңдү жарып ташса да болот эти. Жаныңдагы кандай реклама? Vaydat.com деген. Нормальный реклама экенсиңер. Сен не өзүнчө довольный турасың? Мен вообще күчтүү болуп кеткен рекламамын. Кайсы? Жана кино көрүп атсаң үйдөчү, кинонун ортосунда увеличим 5 сантиметров деп банан сүрөт чыгат. Шондон не реклама? Банан жесең боюң өсөт, банан бизнес деген реклама. Анан сапсын пачагын чыгарып чашып тур го. Бой калып тур эсен. Не болду? Кандай реклама? Бул ажап болуптур. Өлтүрүп эле коюш керек эле. Судлайф командасы ойынның соңында дайымкыдай бата берет, бирок бул батаны гипсчен жигит берет. Амин. Көтөрөлү билекти, Кудайым берсин тилекти. Башка өлкөдө карызыбыз турат кечилбей, баткенде болсо чегара турат чечилбей. Убада берип аткарбасаң кызматты, калкыбыз деле коет го деймин кечирбей. Намысты катуу карманып, уят эмес, үлгү болуп жашайлычы чечинбей. Амин. Өз ыраазычылыгын ата-энелерибизге, устаттарыбызга, Ак ниет маданий борборунун эмгек жамаатына, Елена эжебизге, Таалай досубузга, диджей Медетке, Нурпазыл Конике бизди колдогон көрөрмандарга билдиребиз дейт. Чоң рахмат. Биз болсо ыраазычылык билдиребиз Ош шаардык маданият башкармалыгынын жалпы жамаатына жана ошондой эле Реста чайхана Пиалага ыраазычылык билдиребиз.